Енді осыншалық деңгейде әбден мәлкілдеп тұрған Ресейді, қайталап айтам, кәсіби армиясы жойылған, қара халқы соғысқа барып қырылған, қаржылық мүмкіндік әбден жойылған, Америкаға қарызға батқан, мемлекеттік қазынадағы тұтас алтынын Америкаға беріп қойған, тұтас мемлекет күйреу деңгейінде тұрған. Күйреу деңгейінде тұрған. Совет одағы. Шетелге 1 грамм темір сата алмайтын. Шетел халықаралық валюталық қорда рублі, жаңағы ақшасы айырбасқа түспейтін, бүкіл дүниежүзінен оқшауланған Совет одағын сол замандағы Америка қалпақпен ұрып ала алатын. Қалпақпен ұрып ала алатын Америка. Бірақ Америка Совет одағын қалпақпен ұрып алғаны былай тұрсын, Совет одағының бүкіл шығыс Еуропаны жаулап алуына жол берді. Бүкіл шығыс Еуропа, Польша, Югославия, Чехословакия, бүкіл Балқан, бүкіл анау батыс Еуропадағы Латвия, Литва, Эстония тұтасымен Совет одағының боданында қалып қойды. Қызыл армия барлығын басып алды. Тарихи қателік па? Қателік. Үлкен тарихи қателік. Адамзат тарихындағы ең үлкен ірі қателіктің біреусі осы кезде болды. Осы шешімді кім шығарды? Америка шығарды. Неге? Америкада президенттің хатшысы мен президенттің көмекшісі Сталиннің шпионы болды. Оларды Сталиннің Совет одағының шпион екендігін 70-ші жылдардың ортасында әрең анықтады. Соғыс 45 аяқтап қойды. 70-ші жылдардың ортасында әрең анықтап, ең соңында оны мемлекеттік құпиялықты деді ма, бірдеңе деген сылтаумен соттады. Шпион деп соттаған жоқ. Міне енді түсінген боларсыздар. Оспан Батырды қарусыз қалдырған, көмексіз қалдырған. Кім? Сол кездегі глобалистер Америкада. Оспан Батырды тұтқындаған Қытай коммунистері кім еді? Америка сол кезде Маумен одақ еді. Сол кезде Маумен одақ болатын. Чан Кайшиді көмексіз қалдырып қойды. Маудың суретін Таймыстың бас бетіне салды. Мау сол кезде Таймысқа шықты. Маудың қасында Сноуден дегені бол Мау туралы бәленбай мақала жазды. Чан Кайшидің іріп шіріген өкімет, парақорлыққа, құмарпаздыққа салынған өкімет, Америкадан келінген қаржыны талан-таражға салып, Гонконгке, Сингапурға тасымалдап, Еуропа, Америкаға Чан Кайшидің генералдары қашып болды. Назарбаев кезіндегідей ашысы жаңағы ұстағанның қолында, тістегеннің тісінде кетті. Америка содан түңілді. Сөйтіп, Қытай коммунистерін Совет одағы да қолдады, Америка да қолдады. Сөйтіп, бүкіл шығыстағы ең үлкен территория коммунистердің қолын өтті. Біздің Бахадур Батыр, бабамыз Оспан Батыр көмексіз қалды, қарусыз қалды. Оспан Батыр туралы менің лекцияларым тыңдаңыздар, Доглас Маккернен туралы. Американың ағылшын тілді басылымынан тіке аударып 2020 жылы сөйлеп қойған. 2020 жылы. Енді қараңыздар. Неге? Америкада глобалистер бір бүйрегі коммунистерге бұрады. Ал енді осыдан барып сіздерге мынау дүниенің ақ пен қара деп екі айырылмайтынын, ақ пен қараның ортасында сұрғылт болатынын, жаратушы бүкіл дүниені мың сан реңнен жаратқанын айтуға тура келеді. Ойламаңыздар, дүние қағекке ғана тұрады деп. Жоқ. Дүние осылай. Дүние осылай. Шындық осылай. Тарих осылай. Енді сен батысты жек көрсең, онда кім боласың? Онда советтік коммунистік идеологияның көзімен қарайсың. Бірақ батысты дос дейін десең, батысыңның қылығы анау. Оның өзінде де
Ол Сталиннің шпиондарының ықпалымен болды. Сөйтіп, екі коммунист шпионның, америкалық коммунист шпионның кесірінен бүкіл шығыс Еуропа коммунизмнің темір тегеурінде, темір табанында қалды. Бүкіл шығыс Еуропа коммунизмнің темір табанының астында тапталып қалды. Тарих шындық. Бүкіл Қытай коммунизмге бет бұрды. Демократия жойылды. Чан Кайшиде қатқан демократ емес болатын. Ол 70 жылдарға дейін бүкіл билікті қолын ұстаған, ол да дара билеуші болды. Чан Кайшиден кейін барып, Тайванда демократия қалыптасты. Сөйтіп, дүние жүзіндегі ең дамыған, ең өскен, өркениетті елге айналды Тайван. Енді сол заманда Американың қаншалық қуатты екендігін, сол замандағы Американың бүкіл қаржылық әлеуетінен тексеріп көрдім өткенде. Қолыма жеткен деректер бойынша, ашық ақпарат бойынша. Америка сол кезде бүкіл дүние жүзінде нөмірі бірінші, теңдесі жоқ қаржылық алпауытқа айналып болған. Қару жарағынан, өндірісінен пай болды. Орыстың атом жасайтын бүкіл жобасын Оспан Батыр арқылы Америка біліп отырды. Доглас Маккернейн мен Оспан Батыр одақтасып, Ресейдің, Совет одағының атом қаруы жасайтын бүкіл жоспарын біліп отырды. Оспан Батыр мынау Іле Қазақ автономиялы облысының қазіргі Алтай аймағына қарас Көктоғайдағы уран кеніне жіберген Совет одағының кен барлайтын маманның бәрін атып тастаған кім? Оспан Батыр болды. Оспан Батыр атып тастады. Яғни Оспан Батыр Екінші дүниежүзілік соғыста орыстардың атом қаруын жасауына ең ауыр соққы берген адам. Бүкіл адамзатты құтқарып қалуға үлес қосқан адам Оспан Батыр. Өткенде мен твиттерімде жазып жатырмын. Оспан Батырға халықаралық деңгейде қайтадан баға беру керек. Ол бүкіл адамзатты орыстың атомынан аман алып қалған адам. Доглас Маккернейн 2010 жылға дейін CIA-де құпия сақталған адам. Сол Доглас Маккернейн Оспан Батырмен одақ болған адам. Ал Совет одағы мен Германия атом қаруын жасамай тұрып, Америкада Эйнштейндердің атом қаруын жасап шығатын себебі міне, тарихи себеп.